Достар, біз сіздерге батыр бейнесі атты коллекцияны ұсынамыз. Жалпы бұл коллекцияның жасалу технологиясына тоқталғым келіп отыр. Себебі бұл нарықта басқа бұйымдарға ұқсас емес. Себебі бұл жерде өзінің артықшылықтары, яғни бұл жерде біз бұйымның өзі үш бөліктен тұратынын көрсеткіміз келеді. Бұйым өзінің конструкциясымен бойынша жасалынған, және де бұйым әрқайсысы жеке родимен қапталған. Сол себепті бұны жасау ол зергерлік инженерия деп айтуымызға болады. Жалпы батыр бейнесі ол бұрын 9-10 қазақ даласындағы Дешті Қыпшақ жерінде Қыпшақ хандығында бастауын алады. Бұл жерде біз Қыпшақ батырларының бейнесі, яғни маскасын көрсеткіміз келеді. Бұны біз қазақта томағап деп атаймыз. Бұл үлкен адамдардың статустың символы болып саналады. Сол себепті дәл біз осы символиканы ерлердің сақинасына айналдырдық. Енді бұл жерде жалпы салмағы 9 граммның шамасында 19,5 және 22 мөлшердегі өлшемдерде жүреді. Және де бұйымның тағы да бір артықшылығының бірі, бұл біздің өзіміздің жеке дизайнымызбен жасалынған, және тактика техникалық сипаттамасына сәйкес бұл бұйым өте төзімді. Себебі бұл жерде арнайы итальяндық технология қолданылады. Оның арнайы пеште 12 сағат бойы определенный температурада тұрған кезінде бұл күмістің өзін алғашқыда 3000 жылға қартайтады. Яғни сіз 3000 жыл бұрын табылған күміс сияқты болады. Содан кейін бұл металл өңделеді, әрі қарай бұның үстіне жақсы сапалы кәдімгі алтындарға жабылатын роди металын қапталады, және де оның үстінен тағы да бірнеше рет өңделу жұмыстары жүргізіледі. Сол себепті бұл бұйымдар Қазақстанда жасалынған, өзінің сипаттамасы бойынша өте берік және мықты, ұзақ уақытқа шыдамды сертификаттаумен, және де біздің дүкеннің өзінің гарантиясы жүреді. Рахмет сіздерге.